Ұйқысынан шырт оянды. Бөлме қараңғы екен. Анасының жылап, айқайлаған даусы мен өгей әкесінің зілді даусы жанды шошытты. Жылап ұйықтап қалған еді, ісіп кеткен көзін әрең тырмалап ашып, көргенін қолын сипап, төсегінен әрең сүйретіліп тұрды. Аяға зіл батқандай. Бас қызар емес, тірі жетімнің болашағы бұлыңғыр еді. Жаздың тұнық кеші. 13 қабаттан бәрі алақандай көрініп тұр. Қараңғыға қарамай, айдың жарығымен көше шамдарына сеніп, балалар асыр салып, аулада ойнап жүр. Әткеншекке қарады. Көрші қызын алдына салып, әкесі оларды әткеншекте тербетіп, өзара күбірлесіп, күліп әңгімелесіп тұр. Көрші үйдің қызы қандай бақытты. Олар бірін-бірі сондай мейірімді, сондай бақыт маған бұйырмаған екен ғой деп, іштей Айгерім налды. Көзін асып, еш жиғалы анасының аузынан еститіні: сені қайдан ғана тудым. Қоқыс жәшігіне лақтырып кете салуым керек еді. Басыма пәле болдың ғой, деген сөздер. Жас жүрек іштей булығып, көзіне жас толып, ішінен ыза мен реніш, көкірегінде оттай өртеніп тұрса да, бір тамшы ыстық жастың төгілуіне жол бермейтін. Қасқайып, қос кішкентай жұдырығын түйіп, қиындыққа шыдауға тырысатын. Анасының сөзін көңілге алмай, ол менің анам, жақын адамым, бұл сөздерді ашумен ғана айта салады, деп жас жүрек өзін өзі алдайтын. Айгерімнің жасы 15-те, мектепке барып жүр. Мектепте ешкіммен араласпайды, араласуға қызығушылығы жоқ. Соңғы партаға жайғасып, өзімен өзі тұңғиық ойға батып отырады. Сыныптағы алаңсыз күліп отырған оқушылардың өміріне іштей үлкен қызғанышпен қарайды. Оларды жек көреді. Қит ете қалса, ата-аналары келіп, балалары үшін жаны ұшырып жүреді. Айгерімнің анасы жарты жылда болатын жиналысқа да келмейді. Қанша рет мұғалім апай сол үшін оны барлық сыныптың көзінше жерден алып зерге салды. Оған қазір еті үйреніп, басы төмен салбырап, еденге қарап, анасына іштей ренжіп тұра береді. Сабақ біткен соң үйге бет алады. Үйге кіргісі келмейді, себебі береке жоқ. Өгей әкесін жақтырмайды. Анасы Айгерімнің пікірімен санасқан емес. Бейкүнә сәби әрқашан анасымен сырласуды армандап, оның жүзінен бір тамшы мейірімді көргісі келетін. Бірақ өмір жас жүректің арманын көп көрді ме, аналық махаббат пен мейірім оған бұйырмаған екен. Кейде өзін жат үйдің адамы секілді сезінетін, бірақ амал қанша еріксіз шыдауға тура келеді. Жас сәбидің алаңсыз балалық шағы осылай бастау алған. Мұрат өгей әкесі қара басын түгендеп қалған, арам ойлы, шамалы ұрттағанды жақсы көретін адам. Анама осы Мұраттың қажеті қанша деген сұрақтың жауабын ол таба алмай қойды. Сабақ бітті. Үйге еріксіз келді. Подъезде лифт жоқ. Әрең дегенде 10-шы қабатқа көтеріліп, пәтердің есігін ашты. Үйде ішімдіктің иісі аңқып тұр. Мұрат үйде екен, басқа ешкім жоқ. Ол жас сәбиге көзінің қиығымен бір қарап, мысқылдап күлді. Оның қарағанынан Айгерімнің денесі тіркенді. Оқулықтарын сөмкеден шығарып, диванға қарай бет алды. Айгерім, мұнда кел. Тыныштық па? Неге шақырдыңыз? Жай, сабағыңды білей деп ем. Айгерім, шашыңнан сипатшы. Сумаңдаған қолдар шаштарын сырғып түсіп, белінен аяғына жетті. Аузынан ішімдіктің иісі аңқып тұр. Айгерімнің жүрегі мұздап, бойын діріл басып кетті. Тұйық болған соң ба, ол ешкіммен араласпай, көп нәрсені білмейтін. Сырлас болатын анасының түрі мынау. Мұрат мұны бірінші рет істеп тұрған жоқ. Бәлкім бұл әкелік махаббаттың бір көрінісі екен деп бір рет сондай ойға келген. Бірақ бүгін үрей бойын бірден билеп алды. Оның ішіп алған көздер оттай жанып, сәбиге деген жасырын көз қарасы мүлдем басқаша еді. Аяғын сипап болған соң ұспен ұрысты Мұрат. Кішкентай жұдырығымен ол Мұраттың бетінен бар күшімен ұрып жіберді. Бұл Мұраттың ашуына қатты тиіп, Айгерімді жағынан тартып жіберді. Бейкүнә сәби қалбалақтап ұшып түсті. Мұрат оған жақындап келеді. Айгерім қарсыласып жатыр. Бірақ үлкен еркекке оның шамасы келмеді. Не болып жатқанын ол мүлдем түсінбей кетті.
жиіркеніш, тітіркену, қарсыласу, дірілдеу, ауырсыну Мұрат ойындағын істептінді. Өзегін өртеген өкініштен пайда болған әлдебір ащы запыран Әйгерімнің көмейіне лықсып келіп, көңілін әлем-жәлем етіп жіберді. Бәрі бітті деп ойлады ол. Апырау, бітпегенде несі қалды? Көзінде шамал ғамына үміт өті болған еді. Әйгерімде ол мәңгілікке өшті. Жанары мәңгілікке сөнді. Бір тамшы ыстық жастың төтелуіне жол бермейтін қайсар қыз осы жол өзін ұстай алмады. Жас моншақтап ағып омырауына тамын жатты. Моншақтар тоқтамады. Жастың ащы дәмі оның ерніне тиіп, өмірдің соншалықты қатыгез ащы екенін түсінгендей болды. Өмірге қаттан алды. Кешке анасы жұмыстан келді. Киімдерін ауыстырып, ас үйге кіріп, тағам әзірлей бастады. Әйгерім анасына барып, болған жайды айтқысы келді. Басы салбырап түсіп, сөйлеуге бет бұрды. Неге сүмірейіп тұрсың? Не керек саған? Маған Мұрат тиісті. Ол мені зорла. Сен не деп сандарқып тұрсың? Анашым, мен шынымды айттым. Ол мені зорлады. Сен қыздан көрмегенді көріп, енді істемедігінді еститін болдық қой. Бар, бөлмеңе кет. Екінші менің мазамды алма. Анашым, сенші маған, мен өтірік айтып тұрған жоқпын, деп Әйгерім еңкілдеп жылады. Менің өмірдегі ең үлкен қателігім саған аборт істетпегенім. Енді міне көзіме күйік болып жүрсің. Ол аздай Мұратқа жала жапқын келеді. Жоғал көзімнен, деп бетінен шапалақпен тартып қалып, есікті тарс жапты. Сол уақытта сырттан Мұрат келді. Ас үйде дастархан жайылып, екеуі ара әңгіме басталды. Әйгерімнен көрмегенді көрдім. Сол қыз аяғыма тұсау болды ғой. Не болды? Оны асырап тамағын беріп, киіндіріп отырғандағы рахметін естісең, сол қыз өмірімдегі ең үлкен қателігім болды. Әкесіне тартқан Зубай мені екі қабат қылып ізін жоғалтып еді. Қызды да әкесіне тартқан. Ұқсамасаң тумағыр деген осы. Бүгін маған не дегенін білесің бе? Не деді? Ойлап тапқанын қара. Сені зорлады деп жала жауып, өтірік жылап, сорасы ағып отыр. Тіпті шынайы айтады өзі. Сол қызды үйден қуып жіберу керек. Әйгерім рас айтып отыр. Не? Не деп тұрсың сен? Әйгерімнің айтқанының бәрі рас. Мұрат, не деп жатсың? Сонда осы уақытқа дейін сен мен емес, Әйгерімді сүйдің ба? Сонда сен мені сүймейсің бе? Есіктің сыртынан барлығын жасырын естіп тұрған Әйгерім сылқ етіп еденге отыра кетті. Басқа анасының аузынан бұл сөздерді күтпегені айдан анық. Қайдағы махаббат? Анасы не деп кетті? Қандай адам ол өзі? Ол менің анам ба, әлде қарсыласым ба? Жануар екеш жануарға дейін өз төлін өзгеден қорғап, қызғанып барынша қорған болады. Менің анам қандай адам? Сонда жануар құрлы болмағаным ба деп, көзінен ыстық жас тоқтамай ағып, жас жүрегі тілім болды. Маған емес, өзінің туған қызына емес, айдаладағы Мұратқа сенді. Сенген күннің өзінде айтып тұр ғой сөз мынау. Менде неке мұндай ана? Құдай, мен саған не жаздым деп, бөлмесіне барып, жастықта құшақтап ұзақ өксіп жылады. Жылағаннан даусы қарлығып қалды. Әткеншекке қарап болған соң, перден ашып, толған айдың жарығын бөлмеге түсірді. Жұлдыздарға ұзақ қарады. Ұрыстың бітіп, барлығының ұйықтағанын күтті. Көрер көзге жасалған қиянат пен әділетсіздікке бұдан әрі төзу мүмкін емес еді. Бәрі сағым қуғандай, бір құздан құлаудан соң, екінші құздан құлаудың ізіне түсуді жөн көрді. Аяқтың үшімен жүріп, сумаңдаған суырмадан лезвияны тауып алып, тамырын тіліп жіберді. Ыстық қызыл оттай қанын бұрқ ете қалды. Соңғы күн, соңғы сәт, соңғы дем үзігіп үзіле бастады. Терезеге көз тастап, жұлдыздарға тағы да қарады. Жұлдыздар қандай әдемі едің. Қалайша осы уақытқа дейін мен оны байқамағам, деп ішінен ойлады. Әйгерімнің өмір сахнасындағы рөлі аяқталып, соңғы пердесі ақырын жабылып жатты.